Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен 4-ші сыныптың математика сабағын өтеміз. Бұл сіздермен ең бірінші сабақ, иә? Бүгін сіздермен 3-ші сыныпты қайталаймыз, яғни шамаларды қосып азайтып көреміз бүгін тағы да. Ең соңғы рет жарайды ма? Яғни сіздерді қайталау. Мен сіздерге шамаларды айтып көрейін, қосып азайтып көріңіздер, жарайды ма? Кішкентайдан бастайын. 43 метр азайту 13 метр тең болады неше метр? Дұрыс, 30 метр. Жарайсыздар, керемет. Келесі, 23 метр қосу 17 метр тең болады неше метр? Жарайсыздар, керемет. 40 метр, иә? Келесі, 16 сантиметр қосу 26 сантиметр тең болады неше болады? Жарайсыздар, керемет. 42 сантиметр, иә? Супер. Келесі біздерде 60 минут қосу 30 минут неше болады? Жарайсыздар, керемет. 60 минутқа 30 минут қосқанда 90 минут болады. Ал 90 минут дегенде ол неше сағат бізде және неше минут болады? Есептеп көрейікші. 90 минут бізде неше сағат болады? Бізде яғни 1 сағатта неше минут бар? Ойланыңыз, 1 сағатта бізде, дұрыс айтасыз, 60 минут бар. Ал енді біздер 90-нан 60-ты азайтайық, сонда неше қалады? Есептеп көріңіздер, 30 қалады, сонда 90-нан 60 азайтқанда 30 болады. Сонда біздерде неше сағат, неше минут болды? Дұрыс, 1 сағат 30 минут болады. Керемет. Жарайсыздар. Мен сіздермен мақтанамын. Сәттілік. Сіздер өте жақсы есеп шығардыңыздар.